Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын сметаник тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ақ бисквит дайындау үшін ұн қажет болады. Қамыр қопсытқыш, сұйық май, жұмыртқа және қант. Алдымен 3 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып, одан кейін оның үстінен қантымызды қосамыз. Және де жақсылап, массамыз 2 есе көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Одан кейін үстінен ұнымызды қамыр қопсытқышымыз салып, лапатан көмегімен араластырамыз. Бізде массамыз басылып қалмау керек. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, 170 градуста 30 минут пісіратын боламыз. Менде форманың диаметрі 24. Формамызға құйып, 170 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада 30 минут пісіріп аламыз. Ендігі кезекте шоколадты бисквитті дайындаймыз. Оған да 3 жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз, жақсылап көпіртеміз. Одан кейін ұнымызды, какао қосамыз, қамыр қопсытқышты салып, тағы да бір қайтара лапатан көмегімен араластырып, үстінен сұйық майды қосып араластырып, формамызға орналастырамыз. Бұны да қызып тұрған 170 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Біздің бисквиттеріміз дайын болғанша енді кремімізді дайындаймыз. 33% сливки қажет болады. Және де сахарный пудра қосамыз. 20-25%-дан жоғары сметана қосамыз. Барлығын миксермен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді кезекте біздің бисквиттеріміз дайын. Ақ бисквитіміздің бетіндегісін алып тастап, теңдей ортасынан 2-ге бөлеміз. Одан кейін шоколадты бисквитті де дәл осылай ортасынан бөліп, бетіндегі коржды оны крошка жасайтын боламыз. Одан кейін осылай ақ бисквитті қойып, үстіне кремімізді жағамыз. Крем бізде осында сұйық болады. Одан кейін шоколадты бисквитімізді қоямыз, тағы да крем жағамыз. Және де үстінен ақ бисквитті қойып, тағы да кремді жағамыз. Пропитка жасасаңыздар болады, бірақ мен пропитка жасамадым. Осылай үстінен кремімізді тағы жағып, жан жағына барлығына толықтай жағып, ең соңында бетіне жаңа қалған шоколадты коржымыздың біреуін блендерден өткізіп, осылай жан жағына бетіне бар жеріне толықтай жағып шығамыз. Міне тортымыз бізде дайын болды. Міндетті түрде 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.